Құрметті халайық, отандастар, зер салып мұқият тыңдауларыңызды сұраймын. Мен көтерейін деп отырған мәселе ол Алматы қаласында ресейлік бренд торговый дизайн атаулы кәсіпорында басшылардың және де сол кәсіпорынның иелері қолдауымен бұл кәсіпорында мемлекеттік тілге қатысты шектеулер, кемсітулер және де еңбек қызметкерлердің еңбек жағдайлары және де еңбек жалақысы бойынша дискриминация, кемсітулер орын алып жатыр. Сол кемсітулермен мен өзім жеке басымнан өтіп отыр. Соны баяндап айтып беруді жөн көріп отырмын. Мен сол кәсіпорында 2016 жылдан бері есеп бөлімінде бухгалтер, есепші қызметінде жұмыс жасаудамын. Айтарым, бұл кәсіпорында жаңа айтып отырғандай кемсітулер, тілге қатысты, еңбек жағдайларына қатысты, қызметкерлер, біз мысалы қызметкерлерде еңбек кодексі бойынша жұмысымызды атқаруға, еңбек ісін атқаруға тең мүмкіндігіміз бар, құқымыз бар. Бірақ бұл мекемеде, бұл кәсіпорында ол қызметкерлер арасында ондай тең мүмкіндік жоқ. Айтайын деп отырғаным сондағы, мен мысалы есеп бөлімінде менде 6, бұл негізі дау 2020 жылы басталып отыр. 2020 жылдан бері мен сол жұмыс берушімен, сол кәсіпорынмен 3 рет соттасқан болатын. 3 рет сотқа беріп, 3 сотты да жеңіп шықтым. 3 ретте мені сол жұмыс беруші жұмыстан заңсыз шығарған болатын. Өйткені мен кемсітулер, шектеулер және дискриминациямен тілге байланысты, еңбек жалақысына байланысты, еңбек жағдайларға байланысты наразылығымды көрсеткенім үшін мені осылай сол кәсіпорынның басшылары, өзге ұлттың өкілдері дегім келеді. Ол атап айтқанда Русанов Александр Борисович және Горбашев Дмитрий Игоревич деген кісілер, осы кәсіпорынның иелері. Негізі солардың қолдауымен, солардың бастауларымен істелініп отқан бұл әрекеттер деп ойлаймын. Өйткені сондағы, мен мысалы жеке өз басымнан өтіп жатқан жағдайларды айтайын. Сондағы мысалы менің жалақым, есеп бөлімінде біз сол 20 жылы басталғанда есеп бөлімінде біз 6 бухгалтер болатынбыз, 6 есепші. Сол бас есепшімен бірге қосқанда 5 есепші және 1 бас есепші. Сондағы менің наразылығым, менің келіспеушілігім, сондағы енді кейін соттар өтті ғой. Сотта мысалы сот жаңағы кәсіпорын басшыларынан штаттық кесте, штатное расписание дейміз ғой. Штаттық кестені сұрағанда, сол жерде нақты дәлелдеме, сондағы 5 бухгалтердің ішінен мен жалғыз қазақ, Алия Оразбек қызы, қалғандары өзге ұлттың өкілдері, есепшілер. Сондағы менің жалақым өте төмен, 2 есе, басқа қызметкерлерден 2 есе төмен, қалған есепшілердің жалақысы менен 2 есе жоғары көрсетілген. Сондағы бұл неткен дискриминация, неткен кемсіту деп айтқым келеді. Өйткені бәріміздің жұмыс істеп отырған жұмысымыз бір. Мысалы, функционалды міндеттеріміз, мысалы, жұмыс уақытымыз да бірдей жұмыс істеп отырғанымыз. Оған қарамастан, мен жалғыз байқұс қазақ, мендегі жалақым сондағы 2 есе төмен. Екінші мәселе, еңбек жағдайы дейді. Мысалы, условия работы дейді ғой, мысалы, еңбек жағдайымыз. Неге мен сонша 6 есепші отырып, неге мен жалғыз қазақ, менің орным неге складта? Неге мені басшылар складқа жібереді? Қоймаға, сондағы. Негізі сол қоймада, осы кәсіпорынның қоймасы қаланың шетінде Илиский тракт
Илисский тракт жол бойында Илисский тракт 9 мекенжайы бойынша қойма орналасқан біздің кәсіпорынның. Ол мекенжай мысалы Өтеген Батыр, Іле ауданында Өтеген Батыр ауылы бар ғой, қаланың шетіндегі. Сол маңайда орналасқан қоймаға, сол жақта бізде қоймадан басқа техникалық қызметтер деген бөлім бар. Сол қызметтің бөлімінің басшысы біздің жұмысымызды арттыруға техникалық қызмет есепшісі керек деп басшылардан есепшіні сұраған болатын. Техникалық қызмет есепшісін сұраған болатын. Мен бухгалтер техникалық қызмет есепшісі емеспін. Сол кезде мысалы сол есепші қызметкер бар болатын. Ол кісі бұрыннан 10 жылдан бері сол бөлімде техникалық қызмет саласында істеп келатқан есепші. Сондай енді басшыларға сондай талап келгенде, сондағы менің басшыларының келген шешімі сондағы мен бухгалтер, есепші, басқа қызметті атқарып отырған адамды менің лауазымымды техникалық қызмет есепшісі деп аударып, мені сол қоймаға жұмыс орныңыз сонда деп мені жіберіп отыр сонда. Сондағы, мысалы, менімен қатар жұмыс істеп отырған басқа да есепшілер 4-5 есепші отыр ғой. Неге оларға да ұсынылмайды? Менің еңбек кодексі бойынша тең мүмкіндіктерін, құқымды тең мүмкіндік асыру деген сияқты құқым бар емес па, мысалы? Неге бұндай, мысалы, бұндай жағдайлар, мысалы, ойлаңыздар, қоймаға барып, есепші қоймаға барып жұмыс істеу, ол біліп тұрсыз ғой, түсініп тұрсыздар ғой. Мысалы, офиста, кеңседе жұмыста жағдайы бар кеңседе жұмыс істеген, бұл есепшінің жұмыс істеп отырғаны жақсы ма? Әлде ана қаланың шетінде қоймада есепшінің жұмыс істеп отырған жағдайы жақсы ма? Қалай ойлайсыздар? Неге бұл тең құқымыз сақталмайды, мысалы, қызметкерлер арасында? Неге сонда жалғыз мен қазақ, Нұрғажаева Алия болып тұрмын ба? Сонда менің орным қазақтың орнына тек сол қойма ма? Деп мен мысалы наразылығымды көрсеткен болатын. Бұл басшылар енді мені жұмыстан шығарып жіберіп отыр. Мен сотқа арызданып, сот мені деген менің наразылығым орынды деп тауып, мені жұмысқа қайтарған болатын. Сөйтіп 3 мәрте сот өтті, 3 мәрте мені сот қайтарып отыр бұл кәсіпорынға. Бірақ кәсіпорын, бұл торговый дизайн, ресейлік бренд кәсіпорынның басшылары бой бермеуде, әлі де маған өздерінің қысым көрсетуде. Мысалы, жаңағы мен талап етем, мемлекеттік тілде әрбір жерде, тек қана мемлекеттік мекемеде ғана емес, әрбір, мысалы, біздің әрбір Қазақстан Республикасының азаматтарының құқымыз бар. Өзіміздің мемлекет тілімізде, мысалы, құжаттарды қол қоюға, өз тілімізде, мемлекеттік тілде талап етуге құқымыз бар. Бұл жұмыс беруші де, мысалы, еңбек шартын тағы да басқа құжаттар рәсімдегенде, жұмыскерге, қызметкерге екі тілде құжаттар рәсімдеуге міндетті. Өйткені, мысалы, біздің Қазақстан азаматтары бәрі екі тілді жақсы білікті меңгереді деген кепіл жоқ қой, мысалы. Міндет жоқ қой, міндетті заңда жоқ ондай. Әрбір қазақ азаматы міндетті екі тілде де керемет білікті игеру керек деген заң жоқ. Сол сияқты бұл кәсіпорын сондағы менің талабыма, осылай маған менің құжаттарымды, қызметкер жұмысшы ретінде құжаттарымды мемлекеттік тілде рәсімдеулеріңізді сұраймын деген менің талабыма, бұлар әрине өздерінің наразылықтарын білдірді. Маған енді неше түрлі тілімізге, біздің мемлекеттік тілімізге қатысты біраз естідім. Құлаққа жағатындай әңгімелер емес, мен сіздерге айтайын. Ол дәлел ретінде менде бейне жазба, аудио жазбалар бар. Сондағы, мысалы, тағы бір шектеу, кемсіту мысалы ретінде айта кетейін деп отырғаным, егер де мен маған екі тілде
құжат берілсе, екі тілдің бір тілін таңдауға менің құқым бар. Мысалы, екі құжат қол қоюға екі тілде берілсе, мен екі тілдің біреуін таңдап, сол тілдегі құжатты қол қоюға құқым бар. Сол сияқты, мысалы, мен бұл кәсіпорында орыс тілдегі рәсімделген құжатқа қол қоймаған болсам, мысалы, қарсылық білдіріп тек қазақ тілінде, мемлекеттік тілде қол қойған болсам, бұл кәсіпорын басшылары тәртібі бойынша осы кәсіпорын бізге қарсылық білдірген жұмысшыға, қызметкерге акт рәсімделеді. Сіздер қайдан көрдіңіздер бұндайды акт? Сондағы бұл қызметкердің құқын шектеу деген сөз. Сондағы бұл кәсіпорынның қызметкердің құқын шектеп, сенде орыс тіліндегі құжатқа қол қоймаймын деген құқыңыз жоқ деп тұр. Осыдан қол қоймасаңыз, сізге акт рәсімделеді және сізге тәртіптік жаза беріледі деп тұр. Бұл деген нағыз заңға қарама-қайшы әрекеттер. Мысалы, көбіне біздің әрбір қызметкеріміз еңбек кодексін жақсы білмейді, білесіздер. Әрбір қызметкер өзінің құқығын жақсы біліп жатқан жоқ. Оны кәсіпорын басшылары жақсы пайдалануда. Сол айтайын дегенім, мысалы, акт қолдану, акт рәсімдеу, сен орыс тілінде құжатқа қол қоймағаның үшін саған тәртіптік жаза қолданып, саған акт рәсімдеу, бұл, тағы қайталап айтамын, бұл қызметкер құқын шектеу және оны дискриминация деп аталады. Ол заңға қарама-қайшы әрекеттер. Сол тағы айта кетерім, жаңағы еңбек жағдайына байланысты дискриминация деп айтып отырғаным, мен бұл жерде тек өзі жеке басынан өткен, өзім жеке басыммен өткен кемсітулер мен шектеулер және дискриминацияны баяндап отырмын сіздерге. Сондағы ендігі жаңағы жалақыны айтып кеттім сіздерге. Жаңағы тағы тіл мәселесі бойынша мысалы, акт рәсімдеп сізге шектеу қояды. И тағы айтып кететін жаңа еңбек жағдайы. Сондағы мені мүлдем басқа участоктың есепшісін, мені лауазымымды ауыстырып, сол қоймаға мені жіберіп отыр. Сондағы бұл мен түсінігім бойынша, менің қабылдауым бойынша, басшылардың бұл маған көрсетіп отырған кемсітуі, маған көрсетіп отырған дискриминациясы деп түсінемін. Сондағы, мысалы, басқа менімен қатар сонда жұмыс істеп отырған өзге ұлттың өкілдері, сонда олардың жағдайлары керемет болу керек екен да, мен сонда жалғыз қазақ, сонда менің орным қойма екен, сондағы менің жалақым екі есе төмен екен. Сіздерге айтарым, мүмкін сіздер ойлауыңыз мүмкін, бәлкім сіздің жалақыңыздың екі есе төмен болуы мүмкін, сіздің атқарып отырған жұмысыңыз аз болған шығар, әлі де оншалықты да жауапкершілігі төмен да жұмыс қызметі шығар деген күмән келтірмеңіз. Мен сол басқа есепшілер сияқты тең қатарлы жұмыс істеп отырмын. Бәріміздің функционалды міндеттеріміз бірдей. Мен ол есепшілермен салыстырғанда білікті маман деп өзімді есептеймін, өзіме сенімдімін, ешқандай күмән келтірмеңіздер. Ешқандай жұмысымда менің атқарып отырған қызмет функционалды міндеттерінің жауапкершілігі ол басқа есепшілермен салыстырғанда төмен емес, жоғары болмаса. Сондықтан мен бұны маған деген көрсетіп отырған кемсіту, осылай шектеу, менің құқымды бұзу деп қабылдаймын осы кәсіпорынның істеп отырған, басшыларының істеп отырған әрекеттерін. Және де мен еңбек кодексінің 6 бабын пайдалана отырып, осылай еңбек саласында ешқандай кемсітуге тыйым салу деген бабын пайдалана отырып, мен осылай осы кәсіпорында кемсітуге ұшырап отырмын деген себеппен осылай правоохранительный органы дейді ғой, полиция қызметкерлеріне арыз шағым жазып, осы мәселені ары қарай өрбіп дамытуға, бұл мәселені шешуге осылай бел будым.
Сіздерден халық сұрайтыным, маған қолдау көрсетіңіздер. Біз бүйтіп ешқандай біз өзіміздің құқығымызды қорғай білейік, тілімізді, ұлтымызды ешқашан аяқ астына таптатпайық. Сіздер ойлап отырған шығарсыз, ешқашан ойламаңыздар, мен сол жұмысқа жабысып отыр, сондықтан көмек сұрап отыр деп. Жоқ, мен білікті, сенімдімін, білікті маманмын, маған жұмыс табылады. Мен мысалы үндемей ақ кететін, бұл мысалы арыз жазып, үндемей ақ өзім кете салатын едім бұл кәсіпорыннан. Бірақ менің бұл намысыма тиіп отыр, менің ұлтыма, тіліме деген кемсіту. Сондықтан мен бұл мәселені жайдан жай жылы жабуға қарсымын. Сондықтан халық сіздерден сұрайтын көмегім, қолдаңыздар, құқықтарыңызды қорғай біліңіздер. Сол. Рахмет назарларыңызға.